Не үшін бүгін атеизм тақырыбын қозғауды маңызды көрдіңіз? Ислам дінін жамандап жатады. Бір ислам дінінен қорлық көргендей болып, қиянат көргендей болып жатады. 24/7 ислам дінін жамандайды жатады. Ана жерде қазақтың жастары кіріп алған бір одан хабары болса ғой шіркін. Хабары жоқ қой. Тек қана жамандау, өсектеу 24/7 десе де болады енді. Соның ішінде өмір сүреді да. Оның ішінде отырады, о айлап отырады ғой. Басы жарылып кетпей ма деп ойлаймын да. Европа дінсіз болса да дамып жатыр дейді. Себебі атеист ел деген ел жоқ әлемде. Ол әлбетте ол ішкі сатқындар болады. Одан қалса ашаршылықты қолдан жасады. Атеизмнің келуі бізге. Қаншама әке шешені қырған соң не пайда болды бізде? Балалар үйі пайда болды. Кеңес өкіметі кезінде. Тарихымызда болмаған зат. Сол іштен құрту ма қазақты негізгі мақсат?